Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз дүниетану сабағынан 13-ші сабақты өтеміз. Менің отаным және менің туған өлкем ұғымдарының арасындағы негізгі айырмашылықтар. Штат, отан, күн, мемлекет. Жеке байланыс, туған өлкеге деген сезім жеке тәжірибеге негізделеді, ал отанға деген махаббат жалпыға ортақ патриоттық сезім. Мән мағына, отан ұғымы кең әрі абстрактылы, туған өлке нақты әрі физикалық орын. Қаланың ауылдың орналасуы, әр қала немесе ауыл Қазақстанның белгілі бір облысында орналасады. Мысалы, егер ауыл Атырау облысында болса, ол Батыс Қазақстанда орналасқан. Нұр-Сұлтанға жету. Автобус немесе пойыз арқылы ауылдан облыс орталығына, мысалы, Атырау қаласына барып, одан Нұр-Сұлтанға пойызбен автобус болады. Ұшақ арқылы, егер ауылға жақын әуежай болса, ол арқылы тікелей немесе Атырау арқылы Нұр-Сұлтанға ұшуға болады. Алматыға жету. Пойыз немесе автобус арқылы алдымен облыс орталығына барып, содан Алматыға қарай пойыз немесе автобусқа міну. Ұшақ арқылы жақын әуежайдан Алматыға тікелей рейс бар болса, солай жетуге болады. Менің туған қалам Шымкент. Менің туған қалам Шымкент. Бұл қала Қазақстанның оңтүстік бөлігінде орналасқан, өте үлкен және әсем. Мұнда жасыл ағаштар көп, гүлдер гүлдеп, адамдар әрдайым мейірімді. Шымкентте әдемі саябақтар, дүкендер мен мектептер бар. Менің сүйікті орны қалалық парк, ол жерде достармен ойнап табиғатты тамашалаймын. Мен туған қаламды мақтан тұтамын, өйткені ол менің жүрегіме өте жақын. Мен өскенде де өз қаламды дамытуға үлес қосқым келеді. Экскурсия жоспары. Менің қалам Шымкент. 1. Мәдени орындар. Қала музейлері. Шымкент қалалық тарихи өлкетану музейі қаланың тарихын көрсетеді. Саябақтар. Абай атындағы саябақ, демалу және табиғатты тамашалау үшін керемет орын. Театрлар. Көркем театр қаладағы өнер мен мәдениеттің орталығы. Қосымша, қаладағы кітапханалар, көрме залдары мен мәдени орталықтар да экскурсияға қосуға болады. 2. Қаланы атаған адамдар. Шымкент қаласының атауы тарихта бірнеше рет аталған. Халық арасында қала атауы туралы аңыздар бар. Кейбір жазушылар мен зерттеушілер Шымкенттің тарихын көрсетіп, оның мәдениетін дәріптеген. Мысалы, белгілі тарихшы Қайдаров Шымкенттің тарихын зерттеген. 3. Қаланың басты көшесі. Абай көшесі қаладағы ең басты және көрнекті көше. Мұнда сауда орындары, мейрамханалар, мәдени нысандар орналасқан. Бұл көше қаланың өмір сүру ритмін көрсететін орталық болып табылады. 4. Қаланың тарихи атауы. Шымкенттің тарихи атауы Шымкент қырлары деп аталған. Бұл қаладағы табиғат ерекшелігіне байланысты. Кейінірек қала дамып, қазіргі Шымкент атауын алған. Менің туған қалам Шымкент. Бұл қала Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан. Мұнда адамдар мейірімді және қонақжай. Қалада әдемі саябақтар, мектептер, дүкендер көп. Мен әсіресе қалалық саябақты жақсы көремін, өйткені достарыммен бірге сол жерде ойнаймын және табиғатты тамашалаймын. Мен өз қаламды мақтан тұтамын, өйткені ол менің жүрегіме өте жақын. Туған қалам Шымкентім. Туған қалам Шымкентім. Жасыл бақтар мен сәнім. Көше бойы гүлдер ашып. Достыққа толы әр үйім. Аспаным ашық, таза көк. Күн сәулесімен күліп шоқ. Мектептерде білім аламыз. Болашағымыз жарқын, биік. Қала әрдайым жасыл жеміс. Адамдары мейірімді, кішіп. Мен мақтанам өз өлкеммен. Шымкентім менің жүрегімнің іші. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа.